Сәлем достар, сіздермен Ұлдынай қазақша рецепті менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сырный палочкидің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыз. Ал кеттік, бірге бастаймыз. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды, тұз және қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен айранымызды қосып, жақсылап араластырып, сырымызды салып және араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша көк шөп, көк пияз салып араластырып алыңыздар. Енді ұнымызды және үстіне қопсытқышты қосып, араластырып, біркелкі етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып алды. Қамырымыздың жұқалығы бауырсақтың қамырымен бірдей болса болады, және осылай ұзынша етіп кесіп аламыз. Кесіп алдық. Енді қызып тұрған майымызға екі бетін қызартып тұрып пісіріп аламыз. Міне, қызартып пісіріп алдық. Сырный палочкаларымыз дайын болды. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Өте тойымды. Біздің үйдегілерге, менің жолдасыма өте қатты ұнады. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.